Қайырлы күн, құрметті көрермендер, баршаларыңызға жақсы сәтті күн тілейміз. Біз бүгін міне Рахметовтер жанұясы өзіміздің бір күнімізді, бос күнімізді қалай өткізетінімізді сіздерге көрсетіп, сіздермен бөліскіміз келіп отыр. Біз бүгін әдеттегідей кішкене қаланың күйбең тіршілігінен алыстап, қаланың сыртына шығып, керемет саябаққа келіп, отбасымызбен таза ауада демалғанды жөн көрдік. Бізбен бірге болыңыздар. Таза ауаға көк шөпке келіп отырып, аққайыңның көлеңкесіне демалып, шіркін-ай, таза ауада демалғанға не жетсін? Біз енді ауылдың балаларымыз ғой, ауылдан шыққан қазақпыз. Қасқырды қанша бақсаң да орманға қарап ұлиды дейді, сол еткенде біз бәрібір сол таза ауаға көк шөптің арасына қарай әрдайым қызығып тұрамыз. Ата-апа қызы, кәне ата-апа қызы? Тура осы саябақта осыдан 5 жыл бұрын Ара екеуміз ота құрған кезде осы жерде жаңағы үйлену тойындағы қыдыру дейді ғой, серуен осы жерде болатын, сол себепті де бұл саябақ біз үшін өте ыстық болады. Және де біздің міне үйіміздің үлкені, бұл енді атасының баласы Шәкәрім деген тұңғышымыз. Одан кейін міне Айғаным деген біздің үйдің ханшайымы. Екеуіне де тарихи ат қойдық. Мерекеде қандай ән айттыңдар балабақшада, соны айтшы кән. Біз бақытты баламыз, айтқан тілді аламыз, аман болсын әкем мен анамыз. Енді қыздар өздері отырсын, екеуміз доп ойнаймыз ба, футбол ойнаймыз ба, Шақан? Анатай мен Айғанымға әдемілеп екеуміз жігіттер құсап гүл сыйлайық, гүл терейік кішкене. Анатайға береміз. Анатай, мен сені жақсы көрем деп бересің ба? Көрдің бе саған? Шәкәрім қандай гүл сыйлады? Жарайсың. Әдемі. Айғаным қалай? Менің ханшайымым қалай екен? Айғаным өсек қалай екен? Аса қадірменді көрермен, бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Біз демалысымызды осы таза ауаның аясында, ағаштардың арасында әрі қарай жалғастырамыз. Бір апта көлемінде сіздермен Рахметовтер отбасы.